Сәлеметсіздер ме, құрметті Якимат пайдаланушылары. Якиматта прогнозная консолидированная финансовая отчетностьті қалай толтырамыз? Қысқаша айтқанда, ПКФО. Так, ең әуелі Якиматқа кіреміз, инфопанельге өтеміз, бюджетное планирование ашып, ПКФО деген сөзді тауып үстін басамыз. Егер де ПКФО жоқ болса, бізге жазыңыздар, немесе мына жақтағы көріп тұрғандарыңыздай техподдержканың номері бар, WhatsApp-ы бар, сол жаққа жазып ПКФО-ға доступ алуға болады. Так, ПКФО-ны толтыратындар бізде бюджеттік бағдарлама әкімшіліктері. Планированияны, так, ПКФО-ны тауып болған соң инфопанельді жауып қойсақ болады. Біз ең әуелі мұнда не көреміз? ПКФО приложение номер 7, номер 10, номер 8, 9. 7, 8, 9, 10. 4 түрлі приложение бар. Және де 4 түрлі форма бар. ПКФО 1-ден бастап, ПКФО 4-ге шейін. Бұлардың барлығын толтыру қажет жоқ. ПКФО 2, ПКФО 3, ПКФО 4 бұлар осы приложениедан автоматты түрде суммалар тартылып, өздері толтырылады. 4 приложение толтырамыз, және де ПКФО 1-ді жартылай толтырамыз, барлығын емес. Очередь бойынша жоғарыдан астына қарай толтырамыз. 7, 10, 1, 8, потом 9. Толтырмас бұрын фильтрға кіріп, плановый период 2027-29. Так, регион автоматты түрде шығады, немесе өзіңіздікі таңдайсыз. АБП, егерде бірнеше учреждение болса, кіріп таңдайсыз. Бір ғана АБП болса, өзі шығып тұрады сізде. Так, осының барлығына көріп, прогноздың актуалды болуына көз жеткізіңіз. Мұнда акт деген жақшаның ішіндегі сөз болу керек. Егерде мұнда УТВ болса, сіздер толтыра алмайсыздар. Версия актуалды болу керек. Так. Кіру үшін приложение номер 7-дің үстін басамыз. Так, үстін бастап жеткілікті. Бізден бірден сұрайды. Импортировать данные дейді. Бұл 2026 жыл, осы жылдың суммалар пайда болу үшін. Ол қайдан алады? Ол қазынашылықтағы 4.20 формасынан алады. Да, деп басамыз. Соңғы күн қай, ол бүгін 11 болса, демек 10 августтағы 4.20-дағы әрбір спецификаның суммасын жеке-жеке тартып тұр. Егер де басқа күнімді керек болса, обновить из форма 4.20-ға басып, өзіміздің қалаған күнді таңдасақ болады. Мысалы, 3 августының, көріп тұрғандарыңызда 3 августтың суммалары түсті. Так, жаңағы импортировать да деп басқан соң, бұнда обновить данные дегенді басуға қажет жоқ, егерде 4.20 суммалар сіздерде дұрыс болса. Так, сонымен 27, 28, 29 прогноз суммалары бізде 0 болып тұр. Мұнда да суммалар автоматты түрде келу үшін бізде Якиматта бұның барлығы бар. Әрбір специфика бойынша сіздерден бюджеттік запросты біз өтініп, жаңағыдай сұрадық, толтырып беріңіздер деп көмектестік. Бұның барлығы Якиматта бар. Бюджеттің запросы. Так. Планирование ішіндегі запросты көрген кезде 27-29-да таңдап, плановый период, біз осы жердегі лимит немесе данные базы деген екі колонканы көріп тұрмыз. Лимит дегеніміз бұл управление экономиканың сіздерге берген лимиттары. Олар әрбір специфика бойынша берді. Бұл данные базы сіздер өздеріңіз толтырған суммалар. Барлық мекемеде, барлық АБП-да лимит пен данные базы бірдей емес. Енді бұл жерде сіздерде обновить прогноз басқан кезде, обновить из бюджетный запрос, обновить из лимитов деген таңдау бар. Бұл таңдауды біз не үшін қойдық? Себебі кейбір АБП-ларда лимиті қате, ал біздісі дұрыс. Ондай кезде сіздер обновить из бюджетный запросты басасыздар. Бір кнопканы басасыздар, жеткілікті. Әрбір спецификаның суммалары мына жақтағы суммалар тартылып жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай, оплата туруда мына жаққа келіп түсті. Егер де жоқ лимит керек болса, онда обновить из лимитов басасыздар. Так. Енді көбінесе лимиттар дұрыс болып жатады. Данные базы дұрыс болатын АБП-лар бар. Бұл енді специфично. Бұны біз жаппай барлығын бірдей тапмаймыз. Өзіңіз таңдаңыз. Қайсы сізге керек? Так. Таңдадық, қойдық суммаларды. Енді әрқайсысын жеке-жеке қарап шығуға болады. Бірақтан да бұл видео инструкцияға мен қысқаша айтуым керек. Барлығын ұзақ болмас үшін
қарасаңыздар, бізде не бар мұнда? Спецификаның аты бар, міне 111 апата тұруда. Потом барып, мұнда так, ПКФ бойынша тоже спецификаның аты бар, апата тұруда. Суммасы байқасаңыздар, мына 48 миллион емес, 38 миллион теңге. Себебі 10% обязательный пенсионный взнос, 10% бөлек есептеледі. Подоходный налог, бұл да бөлек есептеледі. Бізде екіматта бұлар жоқ, әрине. Бұлар өйткені жұмыскердің еңбек ақысынан салынып қалады, жұмыс берушінің емес. Бірақтан да ПКФ үшін бұның барлығы керек. Демек, біз автоматты түрде мына суммадан 10% алып есептейміз. Так, негізі бұл енді 10% сіздердің пландаған 10%бен бірдей болуы мүмкін, өйткені сіздерде жаңағы пенсионерлер болуы мүмкін. Бірақтан да мұнда енді бізде екіматта ол жоқ болғандықтан біз от общей суммы 10% аламыз. Подоходный налог ол апата тұруда минус ОПВ от полученной суммы жаңағы 10%. Демек, мына төбедегі екеуі бірдей емес. Подоходный налог сәл аз болады. Так, осылайша әрбір спецификаның суммалар автоматты түрде түседі. Тіпті мынау мендегі жалпы сумма программа бойынша ол тоже көрсетілген жаңағы финансирование из бюджета деген жерде. Демек, приложение номер 7 бұл автоматты түрде толтырылады. Қолмен толтыратын жерлер бар. Көріп тұрғандарыңызда осындай ячейкалар болса, бұларды қолмен толтыру керек. Қарайсыздар, егер де сумма жоқ болса, қолмен толтырып шығу керек болады. Так, тіпті 159 специфика бар мендегі. Ол жақта да екіге бөлінеді. Долгосрочный актив немесе операционный расход. Мұнда автоматты түрде барлығы долгосрочныйға түсіп тұр. Мына жаққа мен 1 миллион десем, мына жақтағы сумма 1 миллионға азайып 1 миллион 649 болады. Дәл осылайша сумма екіге бөлінеді сол кезде. Толтырамыз, қолмен толтыратын жерді толтырамыз. Барлығын толтырып болған соң, сохранить деген жасыл кнопканы басамыз. Міндетті түрде бұны баспасақ болмайды. Сәл күте тұрамыз. Уведомление келеді. Данные сохранены. Назад к списку басамыз. Дата изменения. Толтырылған соңғы өзгеріс болған күн түседі. Автор изменений. Якимат кімнің атында, кіммен толтырдыңыздар, сол адамның аты түседі. Примечанияға кез келген текстті қалдыруға болады. Сохранить. Домалақ жасылға ауысады. Бұл примечанияны управление экономика ПКФ-ны кім тексереді, сол адамдар көреді. Демек, соларға жазатын хабарлама ретінде пайдалануға болады осы примечанияны. Приложение жетіп толды. 10 кіреміз. Так, сұрап тұр менде, импортировать деп тұр. Өйткені ПКФ 2025-27 менде бар ғой. Сол жақтан тартылу үшін мен да деп басам. ПКФ 25-27 біз толтырғанбыз осыдан 1 жыл бұрын. Онда да бізде основные средстволар бойынша приложение 10. Негізі приложение 10 бұл бізде основные средства бойынша. 4-ке бөлінеді. Нематериальный актив, биологический актив, инвестиционная недвижимость, немесе прочие қалған барлығы. Автотранспорт, жилые, нежилые здания, осының барлығын біз бірде толтырамыз. Толтыру үшін мына домалақ кнопканы басамыз. Ішіне кіреміз. Так, мынау сальдо на начало от первоначальной стоимости. Демек, бұл сумма сіз жаңағы енгізесіз бір мәрте. Бұл 2027-де де, 28-де де, 29-да да бұл мынау екінші колонкадағы сумма ауыспайды. Бұл жаңағы основной средствоның ең алғашқы құнын көрсетіп тұратын колонка. Так, сіздердің мұнда толтыратындарыңыз негізі, егерде қате болса, сальдо дұрыстайсыздар. Егерде қате жоқ болса, сумма поступления в тысячах теңге толтырасыздар. Демек, основной средствоның ақшасын толтыру керек. Мысалы, мен толтырамын жилое здание. 1 миллион теңгеге. Так, көріп тұрғандарыңыздай, менде 2% амортизация 20 мың теңге салып, сальдо на конец 980 мың теңге болып өзгерді. Демек, бұл 2027-де де осы 980 мың теңгенің суммасы көрінетін болады. Немесе жаңағы 20 мың теңге осы амортизация суммасы накопительный өтеді 2027-ге. Қысқаша айтқанда, сіздер өздеріңіздің осы 2026 жылы январдан бастап бүгінгі күнге шейін осы ПКФ-ны толтырған күнге шейінгі приобретенный основные средства 1С-те бар болса, сол жақтан отчет шығарып аласыздар. И поступлениені қарайсыздар 2026-та қандай основные средствоны
қайсы группа бойынша қанша сумма бар екен, соның барлығын енгізіп шығу керек болады. Так, мен қазір бір толтырайын. Так, офисное оборудование 1 миллионға толтырдым. Тоже 10%. Годовая норма износа автоматты түрде өзі шығады, бізде оны қолмен істеп түзете алмайсыздар. Сақтаймыз. Так, осы офисное оборудованиядағы суммаға мән беріңіздер. Менде так, сальдо начало болған жоқ, менде тек қана сумма поступления болды. Енді 2020 төбеде 2027, 2028, 2029. 2026-ны дұрыс толтырамыз, жеткілікті. 2027-ге кірген кезде біз тек қана 2026-тан импортировать етеміз, даны басып, жасыл кнопканы басып. Автомат түрде барлығы түседі, көріп тұрғандарыңыздай. Бағанағы 100 000 теңге менде 200 000 теңге болып өзгерді. Первоначальная стоимость 1 миллион теңге өзгермейді. 900 000 теңге емес, енді сальдо менде 800 000 теңге азайды. Жылдан жылға 100 000 теңгеге сумма өзі 10%-ға кеми береді. 800 000 теңге болды. Опять то же самое. 2027-ні сақтаймыз, жасыл кнопканы басып. 2028-ге өткен кезде да деп басып, 2027-ден 2028-ге өткіземіз. Опять то же самое. Бағанағы 800 000 теңге 700 000 теңге өзгерді. Демек, мұнда логика жалпы осылай жұмыс істейді. Основные средстваның суммасы жылдан жылға износпен кеми отыру керек. И на начало жаңа поступление бұның барлығы дұрыс болу керек. Так, мысалға 2026-да жаңағы сіздерде бар инструменты, допустим, приобретение болған жоқ мүлде, бірақтан да сіздерде списание болды. Ол кезде біз сумма выбития деген бар, долгосрочный актив, соны толтырамыз. 4 миллион теңге менде списание болып, мендегі сумма так азаяды. 403 000 теңгеге. Демек, осындай выбитиянты пайдалану керек. Списание болған болса егер, сақтап, қайтадан егерде атқа оралсаңыздар 2027-ге кіргенде опять мұнда так сақтап отырасыздар. Негізі басынан бастап қателеспеген дұрыс. 2026-ны толтырасыздар, дұрыстап, потом барып 2027-ге өтіп, жаңағы импортировать дегенді басып, осындай да деген кнопканы суммаларды өткізіп отыру керек. Так, міндетті түрде барлығын болған соң, основной средством біткен соң, сохранить деген кнопканы басамыз, назад к списку басамыз. Приложение 10 толтырылды. Так, приложение номер так, ПКФ 1. Байқасаңыздар, приложение номер 7, оннан суммалар тартылып, көптеген жерлер өзгертуге келмейді, өйткені олар суммалар тартылып өздері толады. Толтыратын жерлерді осындай ячейкалар болады, оларға суммаларды жазып шығасыздар. Так. Мұнда енді түсініксіз болса, наименование қараңыздар. Краткосрочный актив суммасын сұрап жатыр, 1000 теңге. Енді әрбір строкаға жеке-жеке тоқталмаймын, өзі уақыт көп кетеді менде. Жалпы айтқанда осы ПКФ бір жартылай автоматты толтырылады, приложениялардың арқасында, қалған жартысы қолмен толтырылады. Приложение номер 8, приложение номер 9. Мұнда импорт деген жоқ, ешқандай да. Мұнда да сондай көптеген жерлері суммалары жаңағы 7-ші приложениеден келіп жатыр, аппаратурадан суммалары сол жақтан келеді. Егер сумма мұнда жоқ жерлерді қарайсыздар, оқып шығыңыздар әрқайсысын. Егерде сіздердің суммаларыңыз бар болса, екі матта жоқ болса, мұнда так бұларды қолмен жазу керек. Біз енді екі матта барлығына досып жоқ, мына субсидия, грант, грантты біз білмейміз, сіздер жаңағыдай сумма поступивших грантов дейді, жаңағыдай жазу керек оның барлығын, ақшасын барлығын. Демек, енді ақпаратты толықтырасыздар. Так, ең соңғысы приложение номер 9. То же самое. Көптеген жері бұл толтырылған. Ячейка бар жерлерді қарап шығасыздар. Толтыратын болсаңыздар, сандарды 1000 теңге жазып толтырасыздар. Осылайша приложение номер 7, 10, ПКФ 1, 8, 9 толтырып біткен соң, ПКФ 2, 3, 4 кіріп қарасақ, так, мұнда толтыратын жер жоқ, өйткені бұлар автоматты түрде өздері толтырылады. 3 пен 4 дәл солай. Сумма жазатын жер жоқ. Тек қана суммалар тартылып өзі толтырылады автоматты түрде. Ең қысқасы бұл ПКФ 4. Так,
осылайша жалпы негізгі ақпараттың барлығы айтылды ПКФО ға қатысты. Бюджеттік бағдарлама әкімшіліктері толтырады осыны. Так, позитивный запискаға кірсек те болады. Мінекей тоже бөлінген мұнда. Бірге кіреміз. Суммалардың барлығы автоматты түрде түсіп тұр. Сіздер мұнда тек қана примечание қалдыра аласыздар. Жалпы осылайша ПКФО-ны толтырасыздар. Білмеген жерлеріңіз болса, группаға жазыңыздар, көмектесеміз. Бұл өте ауқымды отчет, қысқа ғана емес. Осымен болды.